тіпті бағанағы дұға жасамай салауат айта берсеңіз, Алла субханала тағала сізге көкейіңіздегі Алла тағаладан сұрамақшы болған қажетіңізді беріп қояды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадис шарифінде айтады, Алла тағала өзін зікір етушілерге одан тілеушілерге бергеннен артық етіп береді дейді. Яғни біреу өзінің қажетін тілеп жатыр. Екінші бір адам Алла тағалаға зікір айтып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға салауат айтып, мақтау айтып жатыр. Алла тағала оның көкейіндегі, жүрегіндегі мұңын, мұқтажын, қажетін біледі. Сол нәрсені оған беріп қояды. Және иншаллах пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның махаббатына қол жеткізесіз. Сол үшін де әрбір мұсылманның пайғамбарымызға деген салауаты көп болуы керек.